Бүгін президент үкіметтің кеңейтілген отырысында бір қатар тапсырма берді. Ол туралы сәл кейінірек. Армысыздар, хабар арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Ақсәуле Әлжан бүгінгі бағдарламада. Жолдар мен су кәріздері, ауруханалар мен мектептер, мемлекет пен жекеменшік сектор бірігіп, халыққа қажет нысандар салуды жоспарлауда. Қоғамдық ұйымдар аймақтардағы әлеуметтік нысандардың салынуын қадағалауға көшті. Қазақ құрамасы Еуропа чемпиондарын жеңді. Жерлестеріміз футзалдан Евро 2016 сынағының жартылай финалына өтті. Өнеркәсіптердегі жұмыс орындары сақталады және жұртшылыққа тиімді бағамен берілетін арендалық тұрғын үй құрылысының қарқыны үдей түседі. Бұл үшін қыруар қаржы бөлінетін болды. Әрбір қазақстандық үшін маңызды осы және өзге де жаңалықтар бүгін президенттің қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында айтылды. Экономика және қаржы секторлары үшін жауап беретін адамдардың есебін тыңдағаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаев нақты тапсырмалар берді. Елбасының төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысы елдің қазіргі экономикалық ахуалын тағы бір сараптап, нақты жоспарларды белгілеуге арналды. Отырыста осы жылға және орта мерзімді перспективаға арналған экономикалық саясаттың нақты шаралары айқындалды. Мемлекет басшысы өз сөзінде қазіргі уақытта елге жаңа жағдайға бейімделу керек болатынын, ол үшін экономикалық сипаттағы жедел шаралар қажет екенін атап айтты. Жаһандық экономикамен айтқандай, барған сайын жақсаруда емес, тереңдей түсуде. Сондықтан менің тапсырмам бойынша дағдарысқа қарсы шаралар елімізде ары қарай жалғасуда. Бүгін мен осыған байланысты, сыртқы, ішкі жағдайымызға байланысты жаңа тапсырмалар берем. Ол тапсырмалар бірнеше бағытпен жұмыс істелетін болады. Әрі қайсыңа жеке-жеке міндет жүктелетін болады. Басқосу басында елдің дәл қазіргі экономикалық ахуалын білмек мақсатта Нұрсұлтан Назарбаев алдымен жауапты ведомстволар басшыларын тыңдады. Алғашқы болып ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев сөз сөйледі. Әлем нарығындағы сұраныстың төмендеуіне және баға конъюнктурасына байланысты 2015 жылы еліміздің сыртқы сауда айналымы 75 миллиард ақш долларын құрап, 37% азайды. Экспорт көлемі 45,7 миллиард ақш долларын құрап, 42,5%-ға төмендеген, ал импорт 27%-ға қысқарып, 30,2 миллиард ақш долларын құрады. Дегенмен 2015 жылы негізгі капиталға инвестиция көлемі 3,7%-ға өскен. Баспана құрылысына инвестиция көлемі 14,1%-ға артып, 720 миллиард теңгені құрады. Ал қаржы министрі Бақыт Сұлтанов дағдарысқа қарамастан ұлттық қор қаражаты барынша үнемделіп жатқанына тоқталды. Мемлекеттік бағдарламалар мен жобалар қосымша қаржы талап етпейді. Керісінше бөлінген ақша кейін қайтарылып жатыр деді ол. Республикалық бюджет 99,8%-ға игерілді. Соңғы 20 жылда мұндай жоғары көрсеткіш алғаш рет байқалды. Ал орталық деңгейде игерілмеген қаржы көлемі 7,3 миллиард теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 5 есе қысқарған. Видишь, чем меньше денег даем, тем хорошо осваивают. Тем больше осваиваться. Когда даем сколько просят, не осваивают. Ал ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев валюталық тербелістердің экономикаға оң әсер тигізіп отырғанын айтты. Теңгенің еркін айналымға шығуы ұлттық қордағы алтын валюталық резервті сақтап қалуға ықпал етті дейді ол. Национальный банк продолжит проведение... Ұлттық банк ақша айырбастау бағамына қатысты еркін айналым саясатын жалғастыра береді. Бұл қазіргі күрделі жағдайдағы ең ұтымды шешім. Біз бір жағынан алтын қордағы активтерді сақтап қалсақ, екінші тұсынан отандық тауар өндірушілерінің бәсекеге қабілеттілігін қолдап отырмыз. Жауапты тұлғалардың есебін тыңдағаннан кейін президент нақты тапсырмаларға көшті. Олардың ішінде Нұрлы жол бағдарламасы аясындағы жобаларды іске асыруды жалғастыру, тұрғын үй құрылысын жандандыру, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, жұртшылықты жұмыспен қамту, әлеуметтік маңызды нысандардың құрылысы басты приоритет. Для ускорения реализации инфраструктурных проектов, предусмотренных Нұрлы жол на 2016, поручаю выделить 76 миллиардов тенге, в том числе 28 на строительство 42 новых школ для полной ликвидации аварийных школ, трехсменного обучения до конца 2017 года в соответствии ранее данным мной
поручениям. Елбасы зейнетақы қорындағы қаражатты экономикаға тиімді пайдалану мәселесіне де тоқталды. Халықтың қаржысы барынша қорғалған болуын қамтамасыз ету үшін оны нақты жобаларға бөлу қажет. Атап айтсақ, екінші деңгейлі банктерге биыл осы қаражат есебінен 200 миллиард теңге бөлінбек. Ол шағын және орта бизнеспен айналыспақ азаматтарды несиелендіруге жұмсалады. Яғни кәсіпкерлікті дамыту арқылы салық түсімін жақсартып, бюджетке кіріс кіргізу көзделуде. Для обеспечения сохранности и доходности средств вкладчиков Единого национального пенсионного фонда до передачи, как мы говорили, их частным компаниям, согласно новым подходам, с 2017 года поручаю свободное пенсионное накопление в 2016 году в сумме всего 1 триллион 450 миллиардов тенге инвестировать в следующем направлении. 500 миллиардов тенге на конвертацию в иностранную валюту. Это делается в целях обеспечения диверсификации портфеля фонда и повышения доходности пенсионных накоплений граждан. Так? Это полезно всем. То есть эта сумма будет работать как наш национальный фонд и управляться будет так же. Экономикалық өсім ең алдымен халықтың өмір сүру деңгейіне байланысты болғандықтан президент жұртшылықтың баспана мұқтаждығы мәселесіне де тоқталды. Биыл осы мақсатта тұрғын үй құрылысы қарқыны ұлғая түспек. Елбасының тапсырмасымен бұл бағытта 360 миллиард теңге қарастырылды. Жалдамалы пәтерлер мен несие арқылы алынатын тұрғын үйдің қолжетімділігі артатын болды. Для дальнейшего стимулирования жилищного строительства я поручил правительству. Вы знаете, что из национального бонда каждый год на Нурлы жолы выделяется по 3 миллиарда. В 2015 году мы 3 миллиарда освоили. В 2016 году 3 миллиарда, в 2017 3 миллиарда. Я разрешаю 1 миллиард долларов 2017 года перевести на 2016 год. Это 360 сейчас, да, по теперешнему курсу. 360 миллиардов тенге за счет этого переноса на этот год. И продолжать масштабное строительство арендного жилья, самого выгодного, необходимого. Қысылтаяң кезеңде халықты жұмыспен қамту әрі қызмет орындарын сақтап қалу маңызды. Бұл себепті қызметкерлерін барынша қысқартпай, шығындалып отырған кәсіпорындарға үкіметтік резервтен қосымша қаржы бөлінбек. Поручаю правительству дополнительно выделить из специального резерва правительства почти 100 миллиардов тенге, а также субсидирование затрат работодателей по сохранению рабочих мест. Такие переговоры проведены по этому вопросу с предприятиями. И все промышленность, к которым я обратился руководителям, максимально должны сделать так, чтобы сохранить рабочие места, не увольнять, чтобы человек не остался без основной работы. Все можно делать, в отпуск отпустить. Ну, объясните, понизить рабочую неделю и так далее, но рабочие места должны сохраняться, это важно для человека. Қазақстан президенті бюджет шығыстарын оңтайландыруды дағдарысқа қарсы шаралардың негізгі элементтерінің бірі ретінде атады. Ұлттық қордан бөлінетін қаржы экономиканың пайдасына жұмсалуы тиіс екенін еске салды. Үкіметке қаражат жұмсалуының ашық болуын қатаң қадағалап, әртүрлі деңгейдегі әкімдерге ерекше жауапкершілік жүктелетінін тілге тиек етті. Ешқандай ысырапшылдыққа жол берілмеуі тиіс деді елбасы. Жұрағат Баман, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Осы жиынға қатысты еліміздің экономистері өз пікірлерін білдіруде. Үкіметтің кеңейтілген отырысына қатысты сарапшылар қандай ой қорытты екен? Оны арнамыздың сараптамалық орталығынан байланысқа шығып тұрған әріптесім Талғат Уәлиден білейік. Талғат, кеш жарық, бүгінгі жиын жайлы сарапшылар не дейді? Кеш жарық Сәуле, алдағы сюжеттен байқағаныңдай үкіметтің кеңейтілген отырысында сан саладағы мәселелер көтерілді. Нұрсұлтан Назарбаев бұл жолда қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігін бас назарға қойды. Қолжетімді баспана, халықты жұмыспен қамту, жаңа жұмыс орындарын ашу міндеті барлық деңгейдегі әкімдерге жүктелді. Президент әлемдік экономикадағы күрделі жағдайда Қазақстанның дағдарыстан қалай шығуды жоспарлап отырғанын қарапайым әрі түсінікті тілмен айтып берді. Бірінші кезекте ол құрылыс қарқынын тоқтатпау, себебі экономикалық көрсеткішті құрайтын көптеген бағыттар дәл осы саламен тығыз байланысты. Бұл қадамды еліміздің экономистері де құптап отыр.
Бұрынғы жағдай экономикалық дағдарыстар қараған кезде әрбір мемлекет экономикалық дағдарыстан шығу жолында көптеген жағдай жолдарды салу, мектептерді салу, инфрақұрылымды дамыту деген шаралар жасайды. Соның ішінде Қазақстан ерекше мемлекеттердің ішінде әсіресе инфрақұрылым, оның ішінде мектепті дамытуға, одан кейін тұрғын үй салу деген сияқты, яғни әлеуметтік нысандарды көбейту арқылы, салу арқылы экономиканың секторын жандандырады. Талғат, ал экономистер үкіметтің дағдарысқа қарсы әзірлеген бағдарламаларын қалай бағалап отыр? Үкіметтің дағдарысқа қарсы әзірлеген бағдарламасына экономистер жақсы деген баға беріп отыр. Президент бұл бағдарламаны бүгінде жіліктеп түсіндіріп берді. Елбасының айтуынша, ішкі нарығымызда толық іске қоссақ, ешқандай дағдарыс біздің елге анау айтқандай қауіп төндіре қоймайды. Яғни барлығы өз қолымызда. Ол үшін шағын және орта кәсіпкерлікті де дамыту керек. Ал бұл жөнінде сарапшылар не дейді? Бірге тыңдайық. Правильно сказал президент. Елбасы айтқандай, қазір өз экономикасына осыншалық қолдау көрсететін мемлекеттер аз. Ал Қазақстанның осындай қадам жасауына өз жоспары болды. Себебі мемлекет дағдарыс басталмастан қиындықты еңсеру үшін амалдарды жасап келді. Экономикалық саясаттың дұрыс жүргізілуімен ұлттық қордың құрылуы жағдайдың ушықпауына негіз болды. Бұл президенттің осы бастамаларын, яғни дағдарыспен күресу қажеттігін 2014 жылдан бастап айтып, керекті шаралар қабылдауына мұрындық болды. Жалпы біздің үкімет дағдарыстың алдын алу үшін тағы да бірқатар шараны қолға алып жатыр ғой. Сарапшылар оның нәтижесі туралы не айтты? Сәуле, сарапшылардың айтуынша, біздің елдің экономикасы дағдарыстың алғашқы екпініне жақсы тегеурін танытыпты. Бірақ мұнымен шектеліп қалуға болмайды. Себебі әлемдегі дағдарыстың дауылы күн санап үдеп келеді. Сондықтан президент міндеттеген тапсырмалардың барлығы дерлік жүзеге асуы тиіс. Меры, которые были озвучены сегодня главой государства. Әлемнің белді экономистері дағдарыс құрсауынан шығудың тәсілдерін ойластырып жатса, біздің ел қиындықты еңсеріп, дағдарысқа төтеп берудің амалдарын әлде қашан бастап кеткен еді. Елбасының бастамаларының дені осы мақсатта қызмет етеді. Теңгенің еркін айналымға жіберілуде, ұлттық қордағы қаражатқа қатысты шаралар мен үкіметтің қоры да осыны дәлелдейді. Отырысты қорытындылай келе, президент үкіметтің қолға алған шараларына оң бағасын берді. Себебі дәл қазір мұнай бағасының құбылуы біздің экономикаға айтарлықтай әсер етпейді. Мейлі ол 20, 40 немесе 60 долларды құрасын. Бұл біздің қазіргі экономикалық жағдайға бейімделгенімізді байқатады, деді елбасы. Ақсәуле? Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Талғат Уәли. Бұл кәсіби мамандардың пікірі, ал осы өзгерістер тікелей қатысты қатардағы қазақстандықтар да соңғы жаңалықтар туралы естіп, өз пікірлерін айтып жатыр. Әріптесім Зайнұрбай жігіт олармен әңгімелесіп келді. 40 жылдан бері балалар дәрігері болып жұмыс істейтін Жүсіпбек Ажығұлов миллиондаған қаржыға салынған мына су жаңа аурухананың ашылғанына небәрі 2 ай болды дейді. Мемлекеттің қолдауымен мұнда дәрігерлердің жұмыс істеуіне барлық қолайлы жағдай жасалған. Мұнда бәрі бар. Аппаратура бар. Жақсы ем беруге, кішкентай біздің пациенттерге, кішкентай ауырып қалған балаларымызға. Енді қаржыла туралы айтса, биыл біз енді қаржыны алдық. Қаржы ол жетеді. Дәрі-дәрмектер мол болады. Елордалық колледждердің бірінде шәкірт тәрбиелейтін Дина Құсайынова болса, дағдарысқа қарамастан билік білім саласынан ақшаны аяған емес дейді. Тіпті жаңа жылдан бастап ұстаздардың еңбек ақысы 30%-ға дейін артқанын айтады. Еліміз қашанда қандай қиындықтар, қандай дағдарыстар болса да, осы білім сапасын қысқартпады. Мысалы айта кететін болсам, ол оны мынадан көруге болады. Осы 1 қаңтардан бастап менің жалақым санатыма байланысты 25%-ға өсті. Күнделікті шаруаларға қажетті жұмыстарға бөлініп жатқан қаржылардың барлығы мемлекеттің білім беру саласына, елдің ертеңгі болашағына деген сенімі, көзқарасы. Сондай-ақ қарапайым халық бүгін үкіметтің кеңейтілген отырысында айтылған тағы бір мәселеге көңілі толған байқатты. Ол әрине баспана мәселесі. Мемлекет басшысы министрлерге құрылыс қарқынын тежемей қолжетімді баспананы көптеп салуды міндеттеді. Дағдарысқа қарамай елбасы бізде қазір көп қаражат бөліп, арендный үйлерді көбейтуге бізде не шығып жатыр қазір мүмкіндік. Мен өзім қуанамын елбасына осындай мүмкіндік туғанына. Біз енді қазір мынау неге қарамай, дағдарысқа қарамай, аренді мен өзім қызымдың үйінде тұрып жатырмын. Сондықтан маған қазір бір не пайда болды. Жаңа үйді алатындай мүмкіндік пайда болды.
Бүгін мен Ақорданың ресми парақшасына кіріп, жағымды жаңалыққа көзім түсті, яғни біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан Республикасында жаңа үйлер салуға 360 миллиард теңге бөлінетінін атап айтты. Яғни бұл дегеніміз біздің еліміз үшін үлкен қуанышты жаңалық. Және де бір атап кетерлігі, бұл үйлер халыққа қолайлы бағамен сатылатын болады. Женевада білім алған Закария Радбек биліктің зейнетақы жинақтары туралы бастамасын құптарлық дейді. Себебі осында қиын экономикалық жағдайда зейнетақы қорындағы қаражат босқа жатпай, халық игілігі үшін жұмыс істеу керек деп санайды. Зайнұр Байжігіт, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы жиынның алдында Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевті қабылдады. Кездесу барысында Данияр Ақышев мемлекет басшысына ақша несие саясатындағы негізгі бағыттар мен қаржы секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды баяндады. Қазақстан президенті қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету және экономиканы дамытуға ықпал ету жөніндегі жұмысты жалғастырудың маңыздылығына тоқталып, шағын және орта бизнес субъектілеріне, сондай-ақ баспана құрылысын одан әрі жалғастыру ісіне қолдау көрсету қажеттігіне назар аударды. Мемлекет басшысы кездесу қорытындысы бойынша бірқатар нақты тапсырмалар жүктеді. Сонымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев жауапты мекемелерге салымшылардың бірыңғай зейнетақы қорын жекеменшік компанияларға басқаруға беруін тапсырғанын айта кеттік. Яғни 2016 жылы 1 триллион 450 миллиард теңге қаржы бірқатар бағытқа инвестицияланады. Мәселен, 500 миллиард теңгесі табыс әкелу үшін шетел валютасына ауыстырылуы тиіс. Тағы 600 миллиарды екінші деңгейлі банктер мен ұлттық холдингтерге нарықтағы пайыздық үстеме негізінде беріледі. Кейін бұл қаржы экономиканың маңызды секторларын дамытуға бағытталмақ, яғни шағын және орта бизнес саласын жандандыру көзделіп отыр. Нәтижесінде 700 жоба қаржыландырылмақ, осылайша 14 мың жұмыс орны ашылып, 540 миллиард теңгенің өнімін шығару жоспарлануда. Бұдан елімізге 60 миллиард теңге салық түспек. Екіншіден, Қазақстандағы энергетикалық тапшылықты жою мақсатымен Кегок акционерлік қоғамының солтүстік шығыс оңтүстік жобасын жедел жүзеге асыру көзделіп отыр. Агроөндіріс кешені жобаларында қаржыландыруға басым бағыттар берілді. Оның ішінде ет және сүтті қайта өңдеу жобалары бар. Соңғысы 3456 елді мекенді ғаламтор желісімен қамтамасыз ету жоспары тағы бар. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Ерлан Сағадиев білім және ғылым министрі қызметіне тағайындалды. Ал қазір соңғы күндердің басты жаңалығына қайта ораламыз. Әлемнің 51 елінде Қазақстан азаматтары үшін 65 сайлау учаскесі құрылды. Олардың жұмысын Астана қалалық сайлау комиссиясы қадағалайды. Себебі шетелдегі өкілдіктердің жұмысын үйлестіретін Сыртқы істер министрлігі елорда аумағында орналасқан. Астананың саяси науқанға қатысты осы және өзге де дайындық шаралары бүгін орталық сайлау комиссиясында таныстырылды. Елорда бойынша жалпы 213 сайлау учаскесі бар. Сайлаушылардың саны дәл қазір нақтылануда. Қалалық мәслихат депутаттығына кандидаттарды ұсыну көрсеткіші мынадай. Выдвинуто 27. Бүгінге дейін Астана қалалық мәслихат депутаттығына ұсынылған үміткерлер саны 27 адам. Олардың 25-і өз-өзін ұсынған азаматтар, екеуі партия атынан. Кандидаттарды ұсыну ақпанның 19 аяқталады. Демек, үміткерлер қатары артуы мүмкін. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы үгіт насихат жұмыстарына қызу дайындалып жатыр. Бүгін Астанада саяси ұйымның орталық аппаратында барлық аймақтық штаб жетекшілері мен мүшелері үшін тренинг өткізілді. Арнайы шақырылған заңгерлер онлайн семинарда сайлау туралы заңның негізгі талаптарын түсіндірді. Әсіресе мәжіліс және жергілікті мәслихат депутаттарын сайлауға қатысты баптарға ерекше көңіл бөлінді. Тренингте үгіт насихат өнімдерін тарату, оларды орналастыру және басқа да талаптар туралы айтылды. Үгіт насихат кезеңіне дайындық кезеңі болып отыр қазір. Соған байланысты көп іс-шаралар істелініп жатыр. Осы мына штабтың өзінде күні бойы, түні бойы шаршамай мына біздің мүшелеріміз сол қызметтерін істеп жатыр. Сайлау барысына бақылау жасайтын республикалық қоғамдық комиссияның Астанадағы филиалы бүгін жұмысқа кірісті. Оның міндеті маңызды саяси науқанның елордада адал, әділ, заң аясында өтуін қамтамасыз ету. Аталған комиссия сайлаудың соңғы күніне дейін жұмыс жасайды.
Штабта 4 қызметкер жұмыс жасауда. Еріктілердің саны 200-ден 300 кісі арасында. Енді аталмыш штаб комиссияның негізгі қызметі әрине еліміздегі алдағы келе жатқан үлкен саяси науқанның әділетті және өз деңгейінде өтуіне атсалысу, ешқандай құқық бұзушылыққа орын бермеу. Бүгін осы сайлау барысын бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның мүшелері Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Асқар Мырзахметовпен кездесті. Басқосуда сайлауды өткізуге дайындық барысы талқыланып, сайлаушылар мен үміткерлердің конституциялық құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету. Электоралдық науқан барысында қазақстандық және шетелдік байқаушылардың өз жұмысын тиімді атқаруға жағдай жасау жайы сөз болды. Сонымен қатар республикалық қоғамдық комиссияның мүшелері Нұр Отан партиясының сайлау алды штабының жұмысымен танысты. Бізде ең үлкен жұмыс осы барлық штаб басшыларымен қазір ақылдасып сөйлесіп отырмыз. Біз барлығымыз тек қана партиялардың мүшелері емеспіз, біз барлығымыз бір елдің азаматтарымыз. Сондықтан бізге қазір мына штабтардың алдына қойылған бір мәселе, ол мына біздің сайлаушыларымыздың, біздің азаматтарымыздың сайлауға белсенді түрде қатысу. Сондай-ақ осы комиссия мүшелері Бірлік партиясының өкілдерімен де кездесті. Басқосуда сайлау кампаниясына қатысты бірқатар маңызды мәселелер айтылды. Комиссия төрағасы Нұрлан Ерімбетов заң аясында сайлауға қатысушылардың құқықтары сақталып, науқанды ашық әрі әділ өткізу керектігін атап өтті. Сондай-ақ республикалық қоғамдық комиссияның ұсынысы елімізде сайлау жүйесін жақсартуға әсер еткенін тілге тиек етті. Ал Бірлік партиясы төрағасының орынбасары Болат Байқадамов саяси ұйым алғаш рет парламент мәжілісі мен мәслихат сайлауына қатысатындығын айта келе, республикалық қоғамдық комиссиямен тығыз әріптестік орнату теңдесі жоқ мүмкіндік екенін алға тартты. Ұйым атынан түсіп отырған кандидаттар жүйелі жұмыс жасайды деп уәде берді. Банк алдындағы берешегін өтей алмаған жеке тұлғалардың мүддесі заң жүзінде қорғалуы тиіс. Бұл туралы бүгін ұлттық банк, екінші деңгейлі банктер, үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысқан жиында Ақ жол партиясының мүшелері мәлімдеді. Басқосуда оңалту және банкроттық туралы заң жобасы талқыланған еді. Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің банкроттығы қолданыстағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау туралы заңмен реттелген. Ал банк алдындағы берешегін өтей алмаған жеке тұлғалардың мәселесі сырт қалып қойған. Сондықтан бірінші кезекте жеке тұлғалардың төлем қабілетінің төмендігі заңмен реттелуі керек дейді ақжолдықтар. Қазақстан азаматтары жеке тұлғалар ретінде банкротқа ұшырағанын заңда қарастырылмаған. Мына бүгінгі күнде ипотека алып, ертең сол қаражатын төлей алмай, жағдайы жоқ, көп балалы аналар, сол мәселені қарастыруға бүгін дайынбыз. Заң жобасы нақты себептерге байланысты өз міндетін атқаруға мүмкіндігі болмаған азаматтардың банкротқа ұшырағанын айқындауды қамтамасыз етуі тиіс. Сондықтан қулық пен қаржылық жағдайын шешіп алғысы келетін алаяқтарға жол берілмейді. Біз азаматтардың жағдайын реттеп, өзінің қаржылық міндеттерін ары қарай атқаруына мүмкіндік беретін заң жобасын жасауымыз керек. Яғни берешекті өндіріп алудың контрпродуктивті тетігін қолдануды тоқтатып, адал, бірақ жолы болмаған қарыз алушыларға жаңа мүмкіндік берілу керек. Қазір оңалту және банкроттық туралы заң жобасы үкіметте қаралуда. Гүлжан Көленқызы, Нұрдәулет Жақсыбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Банкроттардың аз болғаны жақсы әрине, бірақ бизнесте тәуекелге жиі баруға тура келеді. Кәсіпкерлердің келесі тобы үшін мұндай тәуекел аз болуы мүмкін. Мәселен, мемлекет пен жеке кәсіпкерлердің бірігіп жұмыс істеу нәтижесінде елімізде бірқатар әлеуметтік нысан салу көзделіп отыр. Олардың ішінде су тазарту зауыты, түзету мекемесі, әуежай, денсаулық сақтау нысандары мен көлік және инфрақұрылымдық жобалар бар. Олар Маңғыстау, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары мен Алматы және Шымкент қалаларында бой көтеретін болады. Елімізде мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында 80 жоба жүзеге асырылмақ. Оның 8-і республикалық маңызға ие. Өңір-өңірде әлеуметтік нысандарды жеке кәсіпкер әуелі өз қаражатына салады, ал мемлекет болса ғимарат іске қосылған соң 5-10 жылдың ішінде жобаның инвестициялық шығындарын қайтарып береді. Осы жобалардың кейбіріне әріптесім Индира Жылқайдарова толығырақ тоқтала кетеді.
Алматы алып шаһар. Күнделікті қала аумағына 250 мың көлік кіреді. Олардың жартысына жуығы Алматы арқылы басқа елді мекендерге баратындар. Айналма жолдың жоқтығынан олар онсыз да көлік кептелісінен қиналып отырған қала арқылы өтуге мәжбүр. Бұл мәселені мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында шешу көзделуде. Транзитпен келетін көлік ағымын азайту үшін үлкен айналма жол салынбақшы. Ол орталықтан 19 шақырым жердегі Қарасай, Іле, Талғар аудандарын басып өтуі тиіс. 4 және 6 жолақты магистральдің ұзындығы 66 шақырым. Үкімет мұны аса маңызды жобалар тізіміне енгізіп отыр. Это именно тот механизм. Бұл ақшаны үнемдеу әрі шығындардың қайтарылатынына кепілдік беретіндіктен бизнеске тиімді. Ең алдымен халыққа пайдалы. Қазіргі заманғы балабақша, аурухана, емхана салынып, жоғары кәсіби қызмет көрсетіледі. Ал ақтаулықтар болса инвесторлардың көмегімен емхана салуды көздеп отыр. Қалада әзірге 2 емдеу мекемесі бар. Өңірде бала туу көрсеткішінің өскенін ескерген билік жақын арада серіктес іздеуге кіріспек. Проявляет интерес как казахстанские инвесторы, так и иностранные инвесторы. Қазақстандық қана емес, шетелдік инвесторлар да қызығушылық білдіріп отыр. Меніңше үздік технологиялық шешім мен тиімді қаржылық ұсынысын айтқандар жобамен айналысуға құқылы. Шығыс Қазақстандағы көлік проблемасы да осындай бірлескен жоба негізінде оңтайлы шешімін таппақ. Қыстыгүні облыс орталығына жету қиямет қайым. Бұқтырма су қоймасының маңында жол торабы жоқ. 1300 метрлік көпір құрылысының жобасы әзір. Инвесторлар 23,5 миллиард теңге қаржы құюы тиіс. Бюджеттің қарым-қауқары жете бермейтін жобаларға қызылордалықтар да бизнесмендерді тартуға ынталы. Қызылорда облысында апатты мектептер мәселесі мемлекет және жеке меншік әріптестік аясында шешімін таппақ. Қазір аймақта 11 мектептің жобасы металық құжаттары әзірленді. Бұл білім ошақтарына 4,5 миллиард теңгедей қаржы жұмсалады. Начать со второй половины 16-го где-то. 2016 жылдың екінші жартысында құрылысты бастап жыл аяғына дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Сонымен 2017 жылы апаттық мектептер мәселесі түбегейлі шешілмек. Жобалық құжаттарына өткен жылы 18 миллион, биылда 18 миллион теңге бөлінді. Жеке инвесторлар өз қаржысына салады. Қазір инвесторлармен келіссөздер жүргізілуде. Білім беру нысандарының құрылысын жыл аяғына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Индира Жылқайдарова аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Әлеуметтік нысандар ол жеке қаржыға не ұлттық қордан бөлінген қаражатқа салынсын мейлі барлығы қоғам бақылауында болу керек. Мәселен, Маңғыстау облысында әлеуметке маңызы бар объектілерді салу барысын өңірлік бақылау комиссиясы қадағалап келеді. Олардың айтуынша бірде-бір тиынның мақсатсыз жұмсалуына жол берілмейді. Осының барлығын бақылау үшін құрылыс орнына үнемі барып тексеріп отыру қажет. Солардың бірі қолжетімді баспана. 2020 бағдарламасы аясында Ақтауда бой көтерген 120 пәтерлік тұрғын үйлер. Жаңа баспаналар қолданысқа дайын. Барлық жобаға 4,2 миллиард теңге жұмсалған. Енді пәтерлерді үйлестіру ғана қалды. Басты назар бюджеттік сала мамандары мен жеңілдікпен үй алу кезегінде тұрғандарға аударылмақ. Комиссия мемлекет қаржысы мақсатты жұмсалған деп баға берді. Бәрі қарадық, 2 бөлмелі үйлер. Барлық жүйелер тартылған, іштері таза, қазіргі заман талабына сай салынған үйлер. Сондай-ақ Түркістан қаласында Нұрлы жол бағдарламасы аясында салынып жатқан 280 орындық балабақша құрылысының барысында жергілікті қоғамдық ұйым өкілдері көріп шықты. Мектепке дейінгі мекеме құрылысына республикалық бюджеттен 401 миллион теңге бөлінген. Былтырдан бері 250 миллион теңгесі игерілді. Бізде кесте бар. Сол кестеге сәйкес біз ай сайын тексерудеміз. Қазір таңдағы пайдаланудағы құрылыс материалдарының барлығы сапасы жақсы. Құрылыс компаниясы, мердігер компания қазіргі таңдағы өзінің жұмыс істеп жатқан жұмыстарымен біз қанағаттанарлық деген баға береміз. Қолданылып жатқан материалдардың басым бөлігі отандық өнім. Ол біріншіден сапалы, екіншіден бағасы біршама арзан. Құрылысқа пайдаланып жатқан құрылыс материалдарының барлығы 40% кірпіш, плит, перекрытие осы Түркістан жергілікті материалдар. Қалғандары 90% отандық материалдар. Жалпы Түркістанда 50 балабақша бар. Бүлдіршіндерде мектепке дейінгі мекемемен қамту көрсеткіші 80%. Жас шығысымен бұл балабақшада пайдалануға берілмек. Достық Талғатлы, аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Ал Оралда жастарды кәсіпкерліктің қыр-сырына үйрету үшін даму қоры мен кәсіпкерлер палатасының өкілдері бас қосты. Онда дағдарыстың алдын алу саясаты мен мемлекеттік қолдау шаралары түсіндірілді. Бүгінде шағын және орта бизнеске жастарды көптеп тарту үшін мемлекет түрлі бағдарламалар қабылдауда. Олардың ең бастылары банктік несиелердің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау, кепілдеме және мемлекеттік гранттар беру.
Осындай жақсы жаңалықпен хабарымызды аяқтаймыз. Аман болайық.